Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте керемет болып шығатын, дәмі ерекше, дәмі сондай тамаша болып шығатын салат жасайтын боламын. Бұл салаттың ерекшелігі кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіріп, өңін ашып тұрады. Сондықтан менің видеомды соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып өтуді ұмытпаңыздар. Мұнда керек заттардың барлығы көрсетілген: күріш, қияр, сәбіз, пияз, салат жапырағы, укроп, лимон, консервадағы сардина, майонез керек болады. Барлық құрамды описанияға міндетті түрде жазып өтетін боламын. Ең алдымен күрішті дайындаймыз. Күрішті ыдысқа салып, бетіне су құямыз. Менде 125 грамм күрішке 250 мг су құйдым. Яғни суларыңыз күріштің салмағынан 2 есе көп болу керек. Ары қарай жарты кішкентай қасықпен тұз, 1 үлкен қасық сұйық май құйып араластырып бетін жауып қоямын. Күріштің қайнағанын күтемін. Күріш бір қайнағаннан кейін астын жылдамдатып ең аз отқа қойып, бетін жауып ең аз отта 20 минут көлемінде пісіріп алатын боламын. Келесі табамызға сұйық майды құйып, сәбіз салатын боламыз. Сәбізді ең үлкен үккіштен өткіземіз. Жарты кішкентай қасықпен тұз салып, араластырып бетін жауып 3-4 минутқа бұқтырып аламыз. Сәбізіміз піскенше бізге тек қана сәбізіміз жұмсарып пісу ғана керек. Сол үшін 3-4 минут қана бұқтырып алыңыздар. Келесі мұнда пияздан жасалған маринадты жасайтын боламын. Менде кішкентай 5 пияз. Егер сіздерде орташа пияз болса, 2 пияз жарайды. Дәл видеодағыдай өте жіңішке қылып тураймыз. Пияздың үстіне дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, лимонның суын құйып араластырып шетке қойып қоямыз. Келесі мұнда қиярды дәл видеодағыдай қылып соломка қылып тураймыз. Мен мұнда бір тарелкаға құрамды жазып кеттім, бір тарелкаға. Егер сіздерге 3-4 тарелка керек болатын болса, құрамын өз еріктеріңізше көбейтіп алатын боласыздар. Мұнда укропты өте майдақып турап, қиярға салам. Екеуін біріккенше араластырып, шетке қойып қоям. Мұны менде барлық заттарым дайын болды. Енді салатты жинауға кірісемін. Ең алдымен салат жапырақтарын орналастырамыз. Салат жапырақтарын қою қойма өз еріктеріңізде, бірақ та салат жапырақтарымен өте әдемі болып шығады салаттарыңыз. Келесі күрішті салам. Күрішті молдау қылып салыңыздар. Қарай майонез салатын болам осылай сетка қылып. Мен майонезді кондитерлік мешокқа құйып алдым, өзіме ыңғайлы болу үшін. Мұнда сардинайды вилкамен езіп алып салатын боламыз. Пиязды саламыз. Пиязды суынан ажыратып салатын боламыз. Су керек емес бізге. Пияз бен сәбіздің ортасына ешқандай да майонез жақпаймыз. Келесі дәл видеодағыдай қияр салатын боламыз. Мұны осылай барлық жеріне жеткізіп, қиярдың бетіне ешқандай да тұз сеппейміз. Себебі тұз біздің қиярдың суын шығарып жібереді. Сондықтан тұз керек емес. Мұны менде осындай өте керемет болып шығатын сондай әдемі салат шықты. Өте тойымды салат. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де өте сәтті шығатын болады. Сіздердің қонақтарыңызға ұнайтын болады. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын.